Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үлпілдек, жұп-жұмсақ, ауызда еритін торттарымыздың бірі сүтті қыз тортыны бірге дайындайтын боламыз, яғни молочная девочка торты. Осы тортты жасамаған болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен өздеріңіздің ойлағандарыңыздай дәмді үлпілдек торт болып шығады. Барлығыны таза ингредиенттерден жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Дәл осы рецепт оригинальный рецепт. Ең алдымен тортымыздың қамырын жасап алатын боламыз. Мен осындай бөлме температурасында тұрған сары майға 2 жұмыртқамызды жарып алдым. Енді үстінен 1 банка сгущенкамызды осылай құйып алдым. Сгущенкамыз міндетті түрде қою болуы қажет. Мен 8,5% сгущенканы қолданамын. Енді барлығыны бірге жақсылап араластыратын боламыз. Достар, мен 1,5 банка сгущенка салдым. Сіздер 1 банка салсаңыздар да болады. Ал егер 1,5 банка салатын болсақ, тортымыз одан да үлпілдек жұп-жұмсақ болып шығады. Енді 1 шай қасықта қопсытқышымызды осылай ұнымызға араластырып алдым. Енді ұнымызды ситодан барлығыны осылай өткізіп аламыз. Тағы да жақсылап қамырымыз біркелкі болғанша миксерлейтін боламыз. Мен қашан осы сгущенканың «Три желания» сгущенкасыны пайдаланамын. Міне осылай біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыз осылай сұйықтау болып келеді. Енді біз пергамент қағаздарымызды дайындап алатын боламыз. Яғни мен пергамент қағазын осылай қалыпқа салып, үстінен осылай 1 рет жаңағыдай форма шығарып алатын боламын. Қалыпқа салып осылай форманың размерін кішіретсеңіздер, осылай доп-домалақ болып пергамент қағазы дайын болады. Ал егер қалыпсыз істеймін десеңіздер, онда кәдімгі қарындашпен сызып алсаңыздар болады. 22 немесе 24-26 сантиметр, ол өз қалауларыңыз бойынша. Менде осылай 22 сантиметрлік қалып болды. Енді осы дайын болған формаларымызға қамырымызды бөліп салып алатын боламыз. 4-5 қасықтан кететін болады. Егер сіздер жұқалау болсын десеңіздер, онда 6-7 пергамент қағазын қолдансаңыздар болады. Ал менде орташа, яғни мен 5 формаға салатын боламын. Енді осылай формамызға қамырымызды біркелкі етіп қасықпен осылай салып тегістеп шығатын боламыз. Міне менде осылай 5 пергамент қағазы болды. Енді 180 градуста осылай пісіріп аламыз. Яғни әркімнің духовкасының температурасы әртүрлі. Сол үшін сәл ғана осылай сарғайтсаңыздар жеткілікті. Мен енді осындай қалыппен, яғни 22 сантиметрлік бөліп алдым. Яғни тортымыздың барлық шеті біркелкі доп-домалақ болып шығуы үшін. Енді осылай төңкеріп пергаменттен ажыратып алдым. Енді мен кремдерімізді дайындап алатын боламын. Яғни мен сливкиді құйып, мұздатқышта тұрған сливкиді құямыз міндетті түрде. Осылай миксермен қоюланғанша миксерлеп аламыз. 33 немесе 35% сливкиді қолданыңыздар. Енді сахарная пудрамды салып алдым. Және үстінен творожный сырымызды салып, тағы да барлығы біркелкі болғанша миксерлеп шығатын боламыз. Міне осылай миксерлеп алдым. Креміміз осылай қою, әдемі, сап-сары, өте дәмді крем болып шықты. Енді біз
торттарымыздың барлығыны теріп шығатын боламыз. Мен осы бағанағы қалыпқа салып алатын боламын. Бұл қалыпты әртүрлі 22, 24, 26 сантиметр етіп үлкейтуге болады. Енді кремдерімізді жағып, осылай корждарымыздың барлығыны жинап шығатын боламыз. Міндетті түрде осындай қалыппен теріңіздер, сонда торттарыңыз біркелкі, барлық шеті бірдей болып, доп-домалақ әдемі болып шығады. Осылай барлық 5 коржынымен жинап шықтым. Енді үстіні осылай кремдерімізді жағып, енді тегістеп алатын боламыз. Міне енді торттарымыз дайын болған соң, осылай қалыпты шешіп аламыз. Енді тортымыздың бетін әдемілеп тегістеп алатын боламыз. Жандарына тегістеудің қажеті жоқ. Қалыпта тұрған соң өзі біркелкі, шетіне қалың крем жағудың қажеті жоқ. Енді мен тортымызды жақсылап әсемдейтін боламын. Яғни мен шетіне осындай вафельная крошка, яғни вафельдік крошкаларымызды осылай жабыстырып шығатын боламыз. Егер сіздер вафельный крошка жабыстырмайым десеңіздер, шетіне де крем жағып, жай ғана тегістеп, немесе басқа да түрлі түсті қызыл, сары түсті кремге араластырып жасасаңыздар, ол өз қалауларыңыз. Міне мен осылай вафельдік крошкаларды жабыстырып, үстіні құлпынаймен әсемдейтін боламын. Достар, егер сіздердің кремдеріңіз артылып жатса, онда әртүрлі насадкалар болады ғой, гүл жасайтын. Сондай насадкалармен торттарыңыздың үстіне әртүрлі гүлдер жасап әсемдесеңіздер болады. Міне біздің тортымыз дайын болды. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, үлпілдек, дәмді торттарымыздың бірі. Сіздерге ұнаған болса, менің парақшама тіркеліп, яғни подписация жасап, менің видеоларыма лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.